Бүгінде қоғам талқысындағы басты тақырыптардың бірі жаңа конституция жобасы. Бұл заңды да. Себебі конституциялық реформа еліміздің келешек даму жолын айқындауда аса жоғары маңызға ие. Осы тақырыпты кеңінен тарқату мақсатында тікелей байланысқа Еуразия ұлттық университеті конституциялық және азаматтық құқық кафедрасының профессоры Жамаладдин Ибрагимов мырза шығып отыр. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жаңа конституция жобасында билік тармақтарының өкілеттіктерін өзгерту көзделген. Бұл өзгерістер қоғамға қандай пайдасын тигізеді деп ойлайсыз? Конституциялық реформаның басты мақсаты ол биліктер арасындағы тепе-теңдік және тежемелік жүйесін жетілдіру. Біздің мемлекеттегі 3 тармақ билігінің өзара іс-қимыл жасауына бағытталған. Бұл жерде әр биліктің өзінің нақты мақсаты болады. Біріншіден, бұл билік тармақтарының арасындағы өзара қарым-қатынас тетіктерін жақсартады. Екіншіден, қоғамдағы мемлекеттік басқарудың тетіктерін одан әлі жетілдіреді. Үшіншіден, әр билік тармақтарының өз бағытында сапалы, нәтижелі, тиімді жұмыс істеуіне әкеледі. Мысалы, болашақта құрылатын бір палаталы кәсіби парламент ел мүддесіне, халық мүддесіне қызмет ететін жаңа сапалы кәсіби заңдарды шығаруға өзінің барлық құзыретін пайдаланатын болса, Қазақстан Республикасының үкіметі енді еліміздің әлеуметтік, экономикалық, мәдени бағыттарына арналған нақты өздерінің іс-шараларын орындап, мемлекетке қатысты қаржы мәселелеріне байланысты сол парламенттің алдында есеп беру, жауап беру құзыреті күшейтіледі. Ал үшінші тармақ сот билігінің тәуелсіз болуы, оның өзінің заңды шешім шығаруындағы объективті, әділетті шешімдерді шығаруы, міне осы 3 билік тармағының өзара үйлесімділігін қалыптастыруға және олардың өзара бірін-бірін тежеп, мемлекет мүддесіне, қоғам мүддесіне қызмет ету қажеттілігін қалыптастыруға бағытталып жатқан нормалар Конституция жобасында бар деп айта аламыз. Ал саяси партиялардың, саяси институттардың дамуына қалай ықпал етеді деп ойлайсыз реформа? Енді Конституция жобасында болашақтағы бір палаталы кәсіби парламентке болатын, сайланатын үміткерлер ол пропорционалды жүйеде сайлану мүмкін, яғни болашақта ол Конституция қабылданғаннан кейін жүзеге асырылатын нәрсе, сондықтан да жоба нормасы ретінде айтып отырмыз. Бұл пропорционалдық жүйе әр саяси партияның қоғамдағы рөлін жоғарылатады. Өйткені осымен қатар болған мажоритарлық жүйеде ол жеке бір тұлғаның тұлғалық қабілеті, оның бір қоғамдағы орны арқылы сайлау процестерінде өзгерістер, белгілі бір қарқындар болатын болса, пропорционалдық жүйеде бұл партиялардың бірігіп командалық жүйемен жұмыс істеуі. Міне бұл болашақта партиялардың алдына үлкен институционалдық міндет пен жауапкершіліктер қояды. Өйткені партиялар енді қоғамдағы азаматтардың мүдделері үшін, қоғамның қажеттілігі үшін сол парламент депутаты болған кезде жауап берген. Бұл жерде ұжымдық жауапкершілік болады. Екіншіден, партиялар енді болашақта ойлаймыз, осы алда болатын үлкен саяси өзгерістердің нәтижесінде дайындық жұмыстарын жүргізіп, өздерінің сапалық, құрамдық жағынан өздерінің құзыреттерін, ерекшеліктерін күшейту керек. Өйткені ол жерде партияның нақты белгіленген бағдарламасы, ол бағдарламаның айқын идеологиясы болу керек. Өйткені қарапайым азамат қай партияға не үшін, қандай идеология үшін дауыс беруге дайын болу керек. Осы бағытта партиялар енді саяси бағдарламаларын күшейтіп, оның сапасын үлкейтіп, жетілдіріп, қоғам қажеттілігіне, халық қажеттілігіне, қарапайым адамдардың барлық жіктерінің мүдделерін қамтитын ортақ мүддеге бағытталған саяси бағдарламалық дайындықтарын күшейту қажет деп ойлаймыз. Жобада адам құқықтары мен бостандығын қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінген. Жалпы бұл құндылықтарды қорғау бағытында қандай бастамалар қолға алынып отыр?
негізгі осы конституциялық реформалардың алға қойған мақсаттарының ең басты бағыттарының бірі ол адам және азаматтардың құқықтары мен міндеттері деп айта аламыз. Өйткені біздің бүгінгі таңдағы конституциямыздың өзінің бірінші бабында біздің мемлекеттегі басты құндылық ол адамның өмірі, денсаулығы, бостандықтар деп айтылған. Міне осы құндылық жаңа конституцияның жобасында да өзінің басты орнын тауып отыр. Сондықтан да осы жобадағы адамдарға арналған арнайы бөлім ол енді негізгі құқықтар, бостандықтар және міндеттер деп аталады. Яғни адамдардың құқықтары мен бостандықтарына қатысты бұл конституция жобасында өте жаңа бағыттағы өзгерістер бар. Солардың бірден біреуі, бірегейі ол мысалы азаматтардың зияткерлік меншігін қорғау. Қазіргі таңда біздің мемлекетте креативті индустрияны дамыту, адамның өзінің жеке шығармашылығына байланысты өнертапқыштық бағыттар бар. Міне осы әркімнің өзінің ғылыми әлеуетін, өзінің үлкен бір біліми, ғылыми потенциалын пайдаланып шығармашылық құқықтарын қорғау. Екінші бағытта бүгінгі таңдағы цифрлық технология, жасанды интеллект жылының жариялануына байланысты енді адамдардың жеке құқықтары мен жеке құпияларының қатарына азаматтардың цифрлық жеке деректерінің әзірленуі, қолданылуы және іске асуына енді бүгінгі таңда барлық деңгейде бүкіл органдар жауапты болады. Яғни бұл азаматтардың цифрлық құқықтарын қорғау конституциялық деңгейге көтеріліп отыр. Яғни енді әр азаматтың цифрлық дерегінің не қатысты құқық бұзушылыққа жол берілсе, бұл мемлекет тарапынан қорғалып кепілдік беріледі деген сөз. Міне осы орайда әрине бұл конституция жобасындағы нормалар адамның құқықтарын, бостандықтарын қорғауға үлкен бағытты нәрселер. Үшінші бір айтып кететін нәрсе, Миранда ережесін айтуымызға болады. Енді болашақта кез келген құқық қорғау өкілі қарапайым азаматты белгілі бір жағдайда құқықтық бір фактіге байланысты тоқтататын болса, оған міндетті түрде оның процессуалдық ережесін түсіндіру керек. Яғни оның осы ұсталған жағдайда ешқандай пікір айтпауға болатындығын түсіндіру керек. Екінші, ол айтылған пікірдің болашақта оған қарсы дәйек болуы мүмкін екендігін түсіндіру керек. Үшінші, ол адамға қорғаушы адвокаттың тиісті екендігін, құқығын түсіндіру керек. Яғни қарапайым азамат белгілі құқықтық қайшылықтар жағдайына түскен кезде оның өзінің қарапайым бостандығы мен құқығын қорғайтын тетіктің бар екендігін сезіну керек. Міне осындай адам құқықтарын қорғайтын нормалар болашақта біздің еліміздің азаматтарына, біздің елде тұрып жатқан тұрғындарға, барлық адамдарға құқықтар мен бостандықтарын қорғауын кепілдік беретін құқықтық тетіктердің жетілдіруіне үлкен қарқын береді деген ойдамыз. Түсінікті, рахмет сізге, Жамалидин мырза, тікелейге қосылып анық-қанығын айтып бергеніңізге. Құрметті көрермен, байланыста болған Еуразия ұлттық университеті конституциялық және азаматтық құқық кафедрасының профессоры Жамалидин Ибрагимов.